Сәлем достар, алдыңғы сабақта айтқандай бізде тауарлар кешігіп жатыр. Жаңа пост қосымшасы жоғалып кетті деген тәріс мәселе туындаған болатын. Енді осы мәселе ақырындап өз шешімін табуда. Тауарлардың 30% кедендік рәсімдеуден өтіп, міне жаңа пост қосымшасында статус өзгерілді. Яғни сұрыптау орталығына және де өз филиалдарыңызға ақырындап жеткізілу басталды. Сондай-ақ бұл мәселе толық шешімін тапқан кезде Pinduoduo'ға жаңа пост қайтадан қосылатын болады. Ал егер де басқа карго таңдаймын десеңіздер, сіздерге алдында адрес тіркеу батырмасын көрсеткен болатынмын. Алайда алдыңғы уақытта бізде Қытайда бір айлық демошырынатия жаңа жыл келе жатыр. Соған орай товарларыңыздың барлығы 27 қаңтарға дейін жеткізілуін қадағалаңыздар. Себебі негізінен демалыс ақпан айында жарияланса да, кейбір магазиндердің барлығы 27 қаңтардан ақырындап демалысқа кете бастайды. Менің үмітімше, жаңа пост енді қаңтар айының 5-не дейін толық Pinduoduo'да пайда болғаннан кейін 10 қаңтарға дейін біз заказ салып үлгеруіміз қажет. Ал егер де ондай уақытқа үлгермесе, әрине, онда басқа карго арқылы заказ берсеңіздер болады. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Сіздердің қолдап қуаттауларыңызбен жалпы тауарларымыз 2 күннен бері өтіп бастады. 10 күннен астам тұрып қалған тауарларымыз, таможняның ақырын жұмыс жасау себебінен тұрып қалған тауарларымыз өтіп бастады. Қазірге бізде 9 машина 202 мың тауар, сосын 120 мың клиенттің тауары өтті. Демек, бұл үлкен нәтиже. Бізде тұрған тауарлардың саны 380 мың клиенттің тауары, 800 мыңнан астам тауар болған. Енді қазір біз 120 мың клиенттің, яғни 30% клиенттің тауарын шығардық. 200 мыңнан астам тауарды шығардық. Сіздермен бізге жалғастырамыз. Және сіздерге рахмет айтам осы мәселе үшін. Бізбен бірге болғандықтарыңыз, жалпы осы бизнесті жүргізуімізде сіздердің арқаларыңыз, сіздердің себеп болуларыңыз. Сіздер клиент болмасаңыздар, бұл бізде жоқ деп есептейміз. Және осындай қиыншылық кезде бізбен бірге болдыңыздар, бірге шештік. Рахмет айтамыз. Біздің үндеуді әлі де бөлісіңіздер. Біздегі себептермен таможняның ақырын жұмыс жасау себебінен шекарада тауарымыз тұрып қалды. Сосын сіздерге тауар уақытында жетпеді. Сонымен бірге біздің ең алғашқы Pinduoduo'ны осы Қазақстанға официальный түрде тауарларының кіруіне, жетуіне себеп болған біздің өзімізді олар ақырын таможняның ақырын жұмыс жасау себепті тоқтатқан болатын тұғын. Енді біз шекарада тауарларымыз шығарсақ, Pinduoduo қайтадан жаңа посттың окошкасын ашып береді. Ал тауарларды шығарып беру жұмысы қазір жүріп жатыр. Оның барлығы сіздермен ары қарай жалғасады. Еш уайымдамаңыздар. Бізді талдап қойып, кері біз жоқ болғаннан кейін басқаға таңдап кеткен болсаңыздар, біз шыққанда кері бізді қайта таңдайсыздар. Алла қаласа алдағы 1-2 күндікте шығатын боламыз. Сәттілік барлығымызға, ары қарай жұмысымызды жалғастырамыз.